Ассалаумағалейкум, қадірменді әлеумет, қадірменді көрермен, ал армысыздар. Бүгін енді мен өткендегі темамызды жалғастырайық. Ықыластың мәні бойынша. Ықылас сүресінің былай жалпылама мәліметін айтып өттік. Енді бүгін оны одан әрі қарай жалғастырамыз. Бүгін енді мен сіздерге әруақтар жайлы айтпақпын. Әруақтар. Осы көптеген адамдар осы әруақты көбіне көп шын мәнінде ажырата бермейді, ажырата алмайды әруақтың не екенін. Бүгінгі темамыз негізінен алғанда осы о дүние дейміз. Содан кейін экономикалық вопростар дегеніміз өткенде айтып өткендей. Сосын жұмақ, тозақ дегеннің оның нақты мәніне жақындап айтатын боламыз. Оның басын ашып, мен енді ана шет жағасын ашып кеткен. Питание клетки научный процентный показатель, чтобы ана запись копчикаға байланысты, яғни адамның еңбек қабілетіне қарай былайша айтқан кезде болмыс дейміз ғой, бітімі, біліміне қарай ажыратылатын индекстер деп айтқанда. Осыған орай мен формула түсіргем деген. Формула 4 плюс 7 тең 11, 5 плюс 7 язычников и цифровников деп бөлінетін. Енді бүгін мен мына жүйе бойынша әңгіме қозғаймын. Мінекей мына жерде сіздер ВОК деген сізді көріп тұрсыздар. ВОК. Бұл ВОК деген қандай мағынаны білдіреді? Цифровой коды 13, В-ның, Г әрпінің цифровой коды 7. Міне 13 плюс 7 тең 20. Анау алдыңғы ролигімде мен айтып кеттім ғой. 13 плюс 7 тең Құран мен Пифагордың қосындысы деп. Цифровой коды, алфавитный индексі, мінекей осындай мәндермен ажыратылады. Енді әруақ дегеніміз не нәрсе? Әруақ дегеніміз, былайша айтқан кезде, бұл жалпы адам өлгеннен кейінгі болатын жағдай деп айтылады көбінесе. Бірақ өлімнің екі индекспен анықталынатын екінің бірі біле бермейді. Жалған өлім, ақиқат өлім деп екіге бөлінеді. Ислам танымының негізгі қағидаятында. Өйткені Құранда бұл жан, тән, рух деп үшке бөлінеді. Сосын вибрациялық индекстер беріледі бұл жерде. 360 градус тіл, 180 градус вибрациясы құжаттамалық әдіс, одан кейін төменгі вибрация 36-та 0,36 деп. Мен өткенде бір несін көрсеттім ғой. Жаңағыдай трансформациялық таңба белгіменен человек, сосын адам измерениясы бойынша бұлар бөлінеді осылай. Жаңағы мына Ықылас сүресінің несінде мәнінде айтып кеттік. Қиямет күні мұсылман мен кәпірдің арасын айырамыз деп айтқан деп. Міне осы негізден келеді дағыны. Енді мынау о дүние деген таным шығады. О дүние дегеніміз не? О дүние дегеніміз, мен ұмытпасам мұның ролигін шығарғам жоқ әлі, бірақ ана комментте түсірдім ғой деймін. Нөлден бастау. Тіршілікті нөлден бастау. Яғни бұл біздің қазіргі осы міне 21-ші уақыттағы измеренияда бұл қандай нелерді алып кеткен, қандай мысалы үшін амалдармен ерекшеленеді. Айтып өткеніміздей, бір массаның ішіндегі разработка. Жақсы, бұған енді кейінірек тоқталамыз. Енді бұл жерде мына әруақ дегеніміз не? Соны айтып кетейік. Содан кейін о дүниеге кімдер барады? Одан кейін қолдаудың әруақ деген бар, қолдамайтын әруақ дегендер бар. Бұлардың бәрі әруақ дегеннің жалпылама түсінігі қайдан шығады? Микрокосмостық ілімнің жалпы танымында бұның темасының кімге беріліп отқанын біліп отырсыздар. Қазіргі былайша айтқан кезде енді оны айтпаса да жақсы білесіздер ғой. Тоқтар Абыз ағамыз айтып жүр ғой бұның да несін, темасын. Бұл микрокосмостық ілім жағдайындағы адам сериясы бойынша темасын айтып жүр. Енді человек измерениясы бойынша. Человек измерениясы бойынша мінекей адам мен человек деп аударылады пока. Бірақ енді оның негізгі қазақша атын білмеймін, бәлкім кісі деп аударылама человек измерениясы. Абылай енді жалпылама өзінің мағынасы, человек деген сөздің өзі макроклетка деген мағынадан шығады. Макроклетка, человек деген сөз. Ал адам деген осы человектің ішкі духы,
мен ана өзімнің бір немде комментімде айтып өттім. Яғни человек наружный дух адама, адам внутренний дух человека деп осылайша келтіргем. Яғни адам дегеніміздің өзі, бұның өзі өз алдына мүлде басқа түсінік. Өйткені Құранда айтылады, адамды біз нәскүр жараттық дейді, әлсіз дейді, өте әлсіз. Мына дүниені дамытып жатқан адамдар емес, оны көбісі шатысады, адам деген ана человек форматыменен алынады дағыны, сонымен сөйтіп кетіп қалған негізі түсінікті. Көп жерлерде человектің аудармасын адам деп қолданады, негізі олай емес. Адам деген сөздің мағынасы ұрықтан тірілуші, ұрықтан жаралушы, микрокосмостық ретінде копчика носитель деген атпен аталады бұл. Ал енді человек деген осы адамның мүшесі, осы екеуі келеді дағыны, при скрещении екеуі амалдастырылып келеді дағыны, жаңағы Алла, Құдай, жаратушы, Тәңір дегеннің бүткіл ұғымын осы екі индекс, екі фактор жасайды. Бұның біреуі әйел адам екені түсінікті болып тұр, екіншісі ер адам екені түсінікті болып тұр бұл жерде. Өйткені ана копчика носитель мен конструкция носительница екіге бөлген кезде уже түсінікті ғой, екеуі бір бүтін адам болып қалмайды, екеуі екі бөлек әлем болып кетеді, екі бөлек тармақ болып кетеді. Бірінде галактикалық комплекстің ақпараты салынса, екіншісінде жердің былайша айтқан кезде толық мағлұматы мен материалдық дүниесі осы мына копчика носительге беріледі. Содан кейін Құранда бұлар жөнінде айтылады. Бір тамшы судан жаратқанымызды көрмей ме дейді. Яғни мінекей по вертикалю и по горизонталю дейді. Енді осы параметрден келеді дағыны өлім екіге бөлінеді. Өлім екі индекспен анықталынады. Жалған өлім дейді, сосын ақиқат өлім дейді. Ақиқат өлім деген сөз горизонталь, көміліп жатқан көпшікті айтады, көлденең жатқан. Бұны ақиқат өлім дейді. Ал енді жалған өлім деген қаяқта? Бұл по вертикалю 90 градус. Жаңағы мен ана айтып жүргенім 61, 91, 16, 19 деп айтып жүргенім. Мінекей осы по вертикалды әлемде копчика носитель деп айтылады. Енді адам өлгеннен кейін не болады? Өлгеннен кейін бұл передача копчик, звездно-космический сигнал. Бұның мәліметі Інжілде жазылады. Мінекей енді осыдан келеді, әруақ деген қайдан шығады. Вокс сериясы бойынша 13 плюс 7 тең 20. Енді 0,20 сериясы бойынша бұл осы жерде екіге бөлінеді. Отражение, голография, графика и голограмма, содан кейін қалай төртіншісі. Графика, голограмма, осы үшін төртке бөлінеді бұл жерде. 7 саны бойынша. Яғни бұл дегеніміз призмалық, төртіншісі призмалық бөлінеді. Мінекей бұл дегеніміз осы елеспенен көмілі көпшіктің звездно-космический сигналдың контроль негізінде отражениясын бұлар кезінде біздің жаңағы мұсылманша жерленгеннен кейін қолдаушы әруақ жаңағы өлген адамдардың есімі деп аталардың басымен қосылып бірге аталып кеткен. Мен алдындағы несінде айттым ғой, аталардың біздегі ілім-білім бойынша аталардың жаңағы азан шақырылып қойылған аталардың басымен сөйлейді. Қытайлардағы ин-пин-шин деген нүктелер арқылы емес, каркастың атымен сөйлейді, бірге қосылып айтылады. Мінекей түсініп отырсыздар ма? Сонда біздегі мына о дүниедегі әруақтар, қолдаушы әруақтар деген қаяқтан шығады? Бұлар қаяқта? Жердің астында ма, жоқ ана голографиялық елесте ма, жоқ вертикалды әлемде ма? Енді бұл жерден жаңағы мұсылман мен кәпірдің арасын айырамыз деген кезде құжаттылар мен құжатсыздар болып екіге бөлінеді дағыны, жалған өлім болып вертикалды әлемдегі разработкаға көшіп кетеді. Айтып отырған қолдаушы әруақтар, жаңағы рухқа жалғанғандар, көпшікті жинаушылар әлемі болады дағыны. Бұл разработка вертикалды әлемде қалады. Енді бұның қазіргі біздің осы 21 ғасырдағы разработкамыз қандай индекстерге тарап кеткен бұл разработканың мәні? Яғни біреуі түрме, екіншісі жетімдер үйі. Мінекей, осындағы нәрселердің бәрі осы вертикалды әлемдегі, жаңа о дүниедегі әруақтардың несі деп осы жақта айтады. Ол ана жерде көміліп жатқан көпшік емес. Олай емес. Ол жақта разъединяющий фактор дейді. Ал көпшік жиналып конструкцияның ішіне түскенде объединяющий фактор дейді. Объединяющий фактор деген сөз қыз баланың арқалаған конструкциясы мен өлген адамды
тірілтетін амалдың индексімен байланысты. Қыз баланы жәннаттық деп айтатын себебі сол. Енді ол ашық қанатта мен айтып кеттім өткенде, бұл ашық қанатта қыз балаға тікелей кәдімгідей не қосылып кетеді, серік қосылып кетеді. Ал енді осы жаратушыны дәріптегенде бұның ішінде жаңағы мына көбінесе амал иелері дінді дәріптейтін. Дін дегеніміздің өзі не деген кезде, бұлардың өзінде жаңағы мынау аспан, көк, жердің бәрін қосып бірге айтады. Бірге дәріптеп кетеді да, жаратушы деген сол жақта деп. Бірақ оның мына тілдік дүниенің сүйексіз 360 градуста вибрациялық несі ақпараты өте жоғарғы жылдамдықта синтезсіз, былайша айтқанда айттым ғой, тілден шығады, құлақ естиді, көз көрмейді. Жарғанаттық былайша айтқан кезде жарғанаттық түсінік дейміз ба, или сондай бір жарғанаттың несі іспеттес ориентирмен ұра беретін дүние ғой былайша айтқан кезде. Оны жаңағыдай без разборына дәріптей береді, айта береді, не қыла береді, измерениесін көрмейді. Былайша айтқанда жарғанат тектес ілім. Тілмен дәріптеу, жаңағыдай звуковой эхо дейді, осының ішіне бәрі кіреді. Бұның ішінде жаңағы айдында, жұлдызында түгел 360 деп отыр ғой. Енді ол 2-ке айналған 720 болған кезде ол тіптен үлкейіп кетеді, зорайып кетеді. Ал 1400-ге барғанда тіптен оны миға қонбайтын бір айдаладағы бір ақпараттар кіріп кетеді. Мінекей сонымен бұлардың көбісі сондай кетіп қалған. Ал бұлардың бәрін мына Құранда шайтани ілім деп отыр. Шайтани ілім деп отқан себебі мына тілдің звуковой эхоның дәріптеу мәнеріндегі параметрді айтады. Кіндіктен жоғары, бастан төмен, нәпс индексі. Бұлар жаратушы емес. Ал енді жаратушыны іздеген кезде бұлар көбінесе мына қыз баланың арқалаған конструкциясын байланыстыра алмай құриды. Періштелердің измерениясы әке мен шеше болып кетеді. Өйткені оларды дәріптеу жоқ, көбінесе атеистік ілім ғой, атеистік ұғымдар ғой. Ананың құрсағынан шығып, атаның белінен түсіп, ананың құрсағынан шыққан материалдық изучение кәдімгі подетально разборный индексті осылар жасайды. Ортаңға құжаттамалық әдістің өкілдері, атеистік өкілдер. Бұл жаңағы. Енді періштелердің былайша айтқан кезде жалпы разработкасын қайдан көруге болады? Періштелер деген кезде бұлар көбінесе ойлайды, ана өздерінің жаңағы көміп қойған көпшіктің отражениесіндегі ана голографиялық елеспен байланыстырады. Періштелер солар деп ойлайды, олай емес. Бұл негізі 10 жылдық мектепте оқып жатқандар. Өйткені бұлар неге бұларды періштелер дейді? Өйткені 10 жылдық мектептің ілім білімін игеріп, меңгеріп жатқандар, бұлар періштелер категориясына кіреді. Өйткені атеистің ұстанымның негізгі бастау негізі фотондық жарық. Енді бұның жалпылама қазір мынандай бір нені білесіздер ғой. Жарық адамдар деген канал бар, бірақ бұның темасы кімге берілгенін өздеріңіз білетін шығарсыздар. Өйткені оны енді атын атай берсек те болатын шығар. Бұның темасы жалпылама Жанат Бақытта отыр ғой. Фотон дейді. Мына Құранда бұл Нұр сүресі дейді. Нұр сүресі дегенмен тұр. Енді мен бұл жерде жалпылама бұның нұр жылдамдығы деп жаңағы мына не деп өзімнің ролигімді айтып отырмын ғой. Проходящая энергия звездно-космический сигнал через копчик по вертикали и по горизонтали деп айтып отырмын. Сонда бұл кәдімгі мына копчиктің өзінің қызметі сол звездно-космический сигнальный микробиологический конструкционный жучок деп айтып кеттім өткенде, немнің несінде айтып кеттім оны осылай. Жучок жаңағыдай. Қалай пайдаландың, кімге бардың, қандай нәрселер екенін мінекей деп сондай нәрсемен тұрған нәрсе деп айтып кеттім. Енді бұл жердегі ең маңызды жаңағы айтып отырған әруақтар деп отқанымыз сонда қалай қолдаушы әруақ о дүниеге барған кезде Алланың алдында жауап бересің деп атады. Осының бәрінің разборлық мәні қалай? Мінекей енді 16 жасқа толғаннан кейін Нұр сүресінің негізінде мына жасыратын жоқ, мен бірақ бұны айттым ба айтпадым ба білмеймін. Діннен шығып кәпір болды дегенде жаңағыдай жұптасып семья құрғаннан кейін уже бұның статусы әке мен шешемен теңеледі. Әке мен шешемен уже теңеліп кетеді бұл. Жаңағыдай амалға кіргеннен кейін. Сосын кейін әке мен шешенің миссиясы өзімен теңестірілген кезде әке мен шешенің міндеті
жын шайтанға айналып кетеді. Өйткені неге ана отбасына араласады. Уже теңескен кезде бұлардың миссиясы автоматты түрде уже жындар мен шайтандардың ісіне былайша айтқанда кіріп кетеді. Бірақ бұны екінің бірі білмейді. Мысалы үшін отбасын сол кезде мына нелер біздің ата бабаларымыздан болды ма, жоқ бір мына скрещение жасағаннан кейін, амалдастырылғаннан кейін бұл отауды бөлек шығару мәселесі туындады ма, ол жағы енді бір замандардың измерениясынан пайда болған бұлар. Бұларда мына баланы үйлендіргеннен кейін уже бөлек отау қылып шығарып жіберу әдістері бар. Яғни олардың отбасы ошақ қасына араласпау мәселесі. Мінекей осы жерде жаңағы дінді дәріптеуші Нұр сүресінің негізінде разработкадан өту бар екенін олар білмейді. Бұл жаңағы атеистік ұстанымды шығарады, материальное звучение, былайша айтқан кезде өзіне сопротивление болып келеді оның ұстанымы. Ал мынау кәдімгі как носитель, былайша айтқан ақпаратты таратушы. Мен айттым ғой, кітап оқылмаған күнде де ол кәдімгі носитель болып кетеді. Өйткені бұл нулевая уровень, без разработки, тілге байланған дүние. Мінекей осының айырмасын, арасын білсеңіздер, ақиқатты білсеңіздер, о дүниеге кімдер бар, кімдер сұралады. Ол мына жаңағы бұның ақыр соңы, мысалы үшін жаңағы Ықылас сүресі жүйеленіп, бұлар енді рухқа жалғанып, көпшікті шығарушылар әлеміне келген кезде уже біздің қоғамда мына Құрандағы көп нәрсені білмейтін амалдар уже шығып жатыр шетінен. Біреулер білмеймін, мына неде мешіттегілердің көбісі бұны айта бермейді. Өйткені Құранда бұлар жөнінде жақсылап тұрып аят түсірілген. Айтады, біздің Құрандағы аяттарымызды, аяттың сүренің ақиқатын жаңағы былайша айтқан кезде өздеріне керек жерін оқып, керек жерін оқымай артқа тастап, арқаға лақтырылғандар дейді. Көрдіңіз бе, Құранның аятын толық білмейді, содан кейін алады да бұлар келеді да не істейді? Елдің бәрін азғырып бір-біріне айдап салады. Бұл жерде іблістер де кетеді, араласып қосылып, өйткені язычниктер ғой көбінесе бір-бірін қолдап кетеді. Бұл жерде негізгі ақиқат мына крематорий. Мына көпшікті шығарып рухқа жалғанғандар Ықылас сүресінің мәніндегі разработка бойынша осындай амалдар бар. Жаңағы көпшікті өртеу. Оны тек индиялықтар, буддистер өртейді дейді. Жоқ, олай емес. Ол буддистер ғана өртемейді. Мәселен, Құранда мынандай аят келеді. Қиямет күні біз оларды қабірден тұрғызамыз, рухына былайша айтқан кезде қабірден тұрғызамыз, тірілтеміз, рухынан тірілтеміз де амалдан жаңағыдай нелер, дүниелер жасаймыз дейді. Міне сондағысы айтып отырғаны по вертикалю. Ықылас сүресінің мәні бойынша уже мына жердегі көпшікті өртеп жіберу мәселесі туындайды. Енді Құранда да аяттар ғой, жағатын отындар адамның сүйегіне болатын уақыттан қорқыңдар деп тұр. Енді бұл аяттар ол құрдан-құр жайдан жай түсірілмеген нәрсе. Ол ана табиғатымызға, жаңағы дінімізге қайшы дейді. Ол жоқ, дінді басыңа көтеріп өмір бойы жүре алмайсың ғой, олай емес қой ол. Бұл жердегі мына ортаңғы разработка, періштелерге иман келтіру мәселесі бар, разработкадан өту мәселесі бар, оның материалдық изучениесі бар. Мына көпшікті шығарып, өліп қалған мырқымбай жоқ, оның рухы тіріліп кеткен деп уже сондай әңгіме келеді. Бірақ оны көрдіңіздер ме, ары қарай миы жетпейді адамдардың, ой өрісі жетпейді. Оның рухы тіріліп кеткен десе, яғни ұрпағын жаңағы көпшікті, айттым ғой, ана қыз баланың міндеті жалпылама 12 мүшенің представительдерін бір құрсақтан шығару деп. Міне осы жолдағы мәселелер бұның бәрі. Мына жерде ол бекерден бекер Құранға аят болып түскен жоқ, оның бәрі. Ал енді ана имамға келіп жаңағыдай деп жасау деп айтсыншы, имамын кәдімгідей шоқ ұстап алғандай орнынан ыршиды. Құранның аятын келтіріп, мынау мінекей мына жерде мынандай жазылған, бұл деген мынандай нәрсе деп те айта алмайды. Оларға өйткені берілмеген, ал берілгеннен менің өзім бұның ақиқатын айтып отырмын. Одан кейін бұның негізгі пайдалы жақтары да бар. Мысалы үшін жаңағы көпшікті шығарып жіберу, қабірден тұрғызып жіберу. Неге? Бір сүрелер бар, онда былай деп айтылған: түйіншектерге дем салып, солардың атымен амал ететіндер.
сосын дуалану деген бар, дуа жасау. Ол дуа жасау жалғыз бір ғана нәрседен емес, бұның сан түрлі дүниелері бар. Бірақ оның бәрі осы мына каркасный жерге көмілген топырақтан болады. Топырақ деген бәрін өңдейді деп жоқ, оның бәрі қатып қалған қағида емес. Топырақпен көмілгенде аурудың көкесі сол топырақ туғызып береді оның бәрін. Мына одан кейін мына имандарда да айтып жүрген білесіздер, адам баласы топырақтан жаралған, топыраққа қайту керек деп. жоқ, олай емес, адам баласы топырақтан жаралмаған. Топырақтан жаралған деген кезде бұл жерде де мен алдында да айтып кеткем. Топырақтан жаралғанда мына тұрып жатқан үйіңді айтқан, топырақтан жараттым деп. Айттым ғой мен әлгі жыныстық қатынасты баланың көзінше жасап, баланың елігі, баланың қызық рахатын көре алмайсыздар, олай емес ол. Негізінен саз балшықтан илеп жасаттым десе, оны неде бұл інжілге түсірілген ақпарат болатын. Мынау саз балшықтан иледім деген кезде бастағы генетикалық код ДНК жүйеленген кезде соған жасап берілген амалда бұл топырақтан жасалғанда мына саз балшықтан басталған технологияның алғашқы нелері ғой, алғашқы іргетасы қаланған уақыт қой. Содан бастап жаңағыдай зданиялар, храмдар, одан міне қазір 21 ғасырға жеткенде бетон мен тастан қашалып жатыр жүйелер. Осығанға дейінгі аралықты қамтитын ақпарат қой бұның бәрі. Ол адам баласының өз саз балшықтан иеленіп жасалған жоқ. Бір тамшы судан жаратқанымызды көрмей ме, белдеріңе қыстырдық деп беріліп тұр ғой. Значит, мен тағы да қайталап айтайын, бұның негізгі құпия құдіреті, тіршіліктің негізгі несі су ғой. Суда болып тұр ғой, бітті. Осының осындай нәрсе екенін уже білулеріңіз керек. Мінекей айналып келген кезде о дүние дегеніміздің өзі тіршілікті нөлден бастау. Алфавитниктер, язычниктер бұны о деп оқиды, при звуке. Ал рух танымындағылар бұның уже с нуля, тіршілікті с нуля бастау керек екенін олар білу керек. Өйткені рухқа жалғану бар, жаңағыдай қандай да болмасын, бір нәрсені қолына берілген өнер адамы болсын, архитектор болсын, строитель болсын, не нәрсеге оған ең бірінші не істеу керек? Нөлден бастап өлшемен шығару мәселесі туындайды. Мінекей осындай нәрселер. Адамның көпшігінде жинауға келген кезде көпшіктен басталады бәрі де. Оны білгендеріңіз жөн. Енді о дүние деген жердің астында, немесе аспанда, бұлтта, немесе 7 қабат жердің бетінде үстінде күтіп отырды деген бұндай түсініктің түкке де қажеті жоқ. Мен айтып кеткенмін. Аспанға ілініп тұрған бұл неліге танымдардың, түйсіктерің жетпейді. Оны түсіндіруге де уже әурелену керек ақ шығар, болмасаң да құсатпақ деген. Бірақ оны оқып кезінде, Союздың кезінде бұның бәрінің жалпылама мәліметін беріп, бәрін түсіндіріп кетті. Жалпылама былайша айтқан кезде оның бәрін ашып тұрып, толығымен түсіндіріп кетті, оны білесіздер. 10 жылдық мектепті бітірген Союздың кезіндегі ілім-біліммен жарақтанған қазіргі менің замандастарым бұл жөнінде жақсы біледі. Менің ойымша, Пифагор деген 18.000 ғаламның атауын жаттап тұрып өстік. Қазіргілердің қолына бұлардың технологиялық мағрипаттық жүйесі берілген. Өйткені біздер оны кітаптан ауызша жаттау, мына дәптерден ауызша жаттап өстік. Қазіргі ұрпақтарда бұның мағрипаттық измерениесі жүр. Калькуляторы дайын, несі дайын, ешқандай милары жұмыс істемейді, тек қана сигналдық жүйемен басып заданиясын шығарып алады. Бәрін дайындап берді. Қазіргі измерение сол мағрипаттық жүйеде жүр ғой. Мына біздің заманымыздағылар уже бұлар тарихаттық дүниенің разработкасынан өткен өкілдер. Бұны жақсы білулеріңіз керек. Сонымен о дүниелік разработкада жүрген кімдер? О дүниелік қазір мына жерде жүргенде былайша айтқан кезде айтып отырғанымыздай нөлден бастап тіршілігі бойынша мен айтып кеткем, өткенде бір шет жағасын комментте түсірдім ба, білмеймін. Мына не бойынша айттық қой, жаңағыдай күйеуден күйеуге тиіп атқан әкпе қарындастарымыз бар. Мына қатыннан қатын алып атқан ер азаматтар бар. Мінекей соның разработкасы қазір жүріп жатқан. Мына ажырасып жатыр ғой. Ажырасып қайтадан әйел алып, міне нөлден бастап о дүниелік тірліктің былайша айтқанда разработкасын шығарып жатыр.
Енді оны планетарлық масштабқа көтерілген кезде бұл қазіргі бұл тірліктердің бәрі өз массаларыңызда жасалып жатыр. Енді мына ықылас комплексі жүйеленген кезде бұл жерде сауап үлестер бар. 0 сауап, 10 сауап, 100 сауап, 1000 сауап деген сауаптар бар. Бұл сауаптар қалай? Мысалы, өз ұлтыңыздағы жаңағы разработкадан өткен болсаңыз, планетарный масштабтағы неде бұл уже мына яқтағы жасаған дүниені мына планетарный масштабта қайталаудың керегі жоқ деген әңгіме туады. Өйткені сіз разработкадан өттіңіз 0 сауаппен. Өз массаңызға, былайша айтқанда, өз қаныңызға, өз тәніңізге разработка жасадыңыз деген сөз. А планетарный масштабқа келгенде бұлардың уже сұрағы туады, айтып жүрген о дүниеге барғанда сұрақ қалынып, оған өзің жауап бересің деген сөз. Мындағы қателік уже мында қайталанбауы керек. Мінекей бұның осындай жақтары бар. Енді экономикалық вопростар. Оған енді келесі темада тоқталамыз. Бұлардың экономикалық нелері қалай 2 минус 1 плюс 2 плюс 1 минус деген разработкалар бар. Сосын пітір садақа жөнінде, соның кейін жаңағы әруақ дегеннің өзі жалпылама түсінігіне түйіндеуге келетін болсақ, жаңағы рухқа жалғанып, көпшікті шығарып, енді соның мәніменен ары қарай кеткендерді айтады. Вертикалю, яғни анау шет жағасында да айтып кеттім, өзге ұлтқа үйленіп, уже жауапкершілік алып, позицияны нықтап ұстап тұратын духовный мирдің өкілдерін айтады. Сонда жаңағы азан шақырылып қойылған аты болмайды, бірақ әруағы деп айтылады. Көпшікті шығарған кім? Рухынан тірілткен кім? Көрдіңіз ба? Мысалы, бізде мысалы үшін жаңағыдай Мергенбайдың рухы, Бәленбайдың, Түгенбайдың, Бәленбайдың рухы деп айтып атылады. Жаңағы дүниеден қайтқан кісілерге Құран бағышталып атады ғой. Мінекей сол при записи көпшік уже солай болып жатады. Енді бұл жерде жаңағы түйсігі жеткендер ол көпшікті шығарып, рухқа жалғанып, нелерін осындай амалдарын істей алса, жақсы, ал істей алмаса, былайша айтқанда әруақ дегеннің өзі ұлттық менталитеттің индексі ғой. Қазақ деп тұрсың. Сосын кейін жаңағы ұлты деп язычниктердің темасында бұлар осындай ыдырауға көшіп кетеді, разъединяющий. Өйткені олардың өздерінің амалдарын жаңағы көмілген көпшіктің факторы көрсетіп тұр. Неге ана өлікке құрмет көрсетіп тұр деп ойлап тұр. Бірақ самом деле олардың бәрі түгел анау разъединяющий. Бөледі оларға, жаңағы ұлтқа бөледі, азан шақырылмақ неға бөледі, есімге бөледі, текті ажыратады, сөйтіп кетеді. А мына объединяющий да бұл закрытый, бұл жерде азан шақырылып қойылған есімдер болмайды, бірақ әруағы рухы деп айтылады. Міне сонда мына язычниктерге жаңағы Мұхаммедке түскен аяттың негізіндегі теманың ең анықтамасы мінекей осы жерден шығады. Жаңағы рух танымынан сендер неге пайғамбарлардың барлығы да адасты деп отқан себебі сол. Рух танымынан пайғамбарлардың барлығы адасты дейді. Яғни рух танымына келген кезде уже мына бір нені көрсетемін сіздерге. Мына сандардың тізбегі бар, реттілік, 0-ден бастап 10, 100-дік ары қарай кете береді. Мен бұның жолында да формула түсірдім деген. Жаңада айтып өттім ғой, мысалы 4 плюс 7 тең 11, жаңа для язычников и цифровников. Мінекей осындай нәрселер. Енді бұлардың о дүние мен бұл дүниенің айырмасы дегеніміз не деген кезде, ана планетарный масштабпенен цифровной тема жабық қанат, ашық қанат деп келдік қой. Енді ана құжатсыз құжатты, сосын кейін жаңағы бар мен жоғы, минус пен плюсі деген сияқты. Мінекей осы кезде жаңағы несін айтып отыр. Біз жаңағы мұсылман мен кәпірдің арасын айырамыз деп осы негізді айтып отыр. Отключенный, подключенный, заключенный и отстраненный деп. Сосын жаңағы о дүниедегілердің көбінесе ол қабірдің басына зиярат етеді, бірақ ары қарай не істеу керек екенін білмейді. Сөйтеді, ата бабасына сұрақ кетеді. Алладан сұрау, Алладан тілеу дегеніміздің өзінің не екенін білмей кетеді. Көрдіңіз бе, сол жерде барады да, олды біз зиярат жасап қайттық деген сияқты шатасулардың көбісі сонда болып жатыр. Мінекей осындай нәрселер. Ал енді келесі темамызда бұның экономикалық вопростарына тоқталу керек болып тұр. Өйткені пітір садақа дегеніміз не,
бұлардың өзінің технологиялық мәні қалай, мінекей осы жөнінде айтамыз. Ал енді аман сау болыңыздар.